Қайырлы күн достар, бүгін ең дәмді, ең керемет, ең қатпарлы осындай әдемі қаттаманы жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен суымызға тұз қосып араластырамыз. Ұнымызға су қосып, артынша бір ас қасық сұйық май құямыз. Барлығын осылай жақсылап араластырамыз. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Жақсылап июі қану үшін 5-10 минуттай осылай бетін жауып қоямыз. Осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Осылай 2 күлшеге бөліп аламыз. Қамырымыз әдемі жылтырақ болып шығады. Осылай біреуін салафанға салып, екіншісін әдемілеп ұн сеуіп жайып шығамыз. Осылай жұқа қылып қамырды жайып алған соң, бетіне сары майды жағып шығамыз жақсылап. Кішкене қатқанын күтіп, бетіне тағы да қамырды жайып, оның бетіне сары майды осылай әдемілеп жағып шығамыз. Оқтауымызды алып, осылай орап, ортасынан бөлеміз. Сосын тағы да 3 бөлікке бөліп шығамыз. Осылай бөлсеңіздер, қаттамаларыңыз әдемі, қатпарлы болып шығады. Осылай шетінен ортасына қарай орап шығамыз. Оралған қамырымызды жайып шығамыз. Қамырды қатты басудың қажеті жоқ, жайып шығамыз. Сковородкамызға 1-2 қасық пістен май құйып, қыздырып аламыз. Орташа отта осылай 2 жағынан қыздырып пісіріп аламыз. Осылай әдемі, қатпарлы, дәмді болып шығады. Осы рецепт сақтап алыңыздар. Өздеріңіз үйде жасап көріңіздер.
сәттілік. Дәмді арнама тіркеліп, қоңырауша басып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Алда дәмді, керемет оригинал рецепттермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.